Үгілмелі қамырдан етті бәліш дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм ұнымыздың үстіне үй температурасындағы 200 грамм маргаринімізді қосып, үгітіп, яғни үгілмелі қамыр дайындаймыз. Және басқа ыдысымызға 100 мг айранның үстіне 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қопсытқыш және 1 жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып алып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң, дайын қамырды пакетикке орап, кемінде 30 минутқа тоңазытқышқа салып аламыз. Ол уақыт аралығында салмасын дайындап алуыңызға болады. Келесі кезек начинкасын дайындаймыз, яғни салмасы үшін бізге 500 грамм тартылған ет, қаласаңыз 1-2 картоп, 1 бас пияз, қара бұрыш және тұзымызды жақсылап араластырып аламыз. Бізде салмасы дайын болды. Енді тоңазытқыштан шыққан қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз, яғни 1 бөлігі үлкенірек, 1 бөлігі кішілеу болуы қажет. Үлкен бөлігін алып, астына және үстіңгі бөлігіне жабысып қалмас үшін ұн сеуіп, қамырымызды жаямыз. Яғни қамыр тым қалыңда, жұқада болмауы керек. Қамырдың қалыңдығы 4-5 мм болуы керек. Қамырды жайып, формамызға пергамент қағазын төсеп, орналастырамыз. Және ішіне дайын начинкамызды саламыз. Салмасын орналастырып болған соң, беткі бөлігіне видеода көрсетілгендей сары май қойып шығуыңызға болады. Себебі бәлішіңіз піскен кезде ішкі жағы құрғақ болып қалмас үшін, яғни піскен кезде салмасы сочный болып тұруы үшін. Енді кішкентай қамырымызды дәл сондай қалыңдықта 4-5 мм-дай қалыңдықта жайып, бетіне орналастырамыз. Және шеттерінің бәрін біріктіреміз. Айналдырып біріктіріп болған соң, енді кезек өреміз. Дәл осы вариантпен де өруіңізге болады. Болмаса, бір қолдың көмегімен өзіңізге қарай бұрау арқылы да өруіңізге болады. Яғни сәндеу жағы өз қалауыңызша. Қамырды айландыра тоқтай өріп шыққаннан соң, беткі бөлігіне жұмыртқаның сары уызын жағып шығамыз. Және сәндік үшін бетіне кунжут болмаса мак себуіңізге болады. Және алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста 1 сағаттай пісіреміз. Айта кететін жайт, салмасына ауа кіріп, тез пісуі үшін дәл видеода көрсетілгендей шанышқымен тесіп шығуыңызға болады. Мінекей пирогымыз дайын, өте дәмді, ас болсын.